Әлемінің серкесі Баха фестиваль туралы не білесіз? Бақыткелді Баясов 1963 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Райымбек батырдың тікелей ұрпағы. 90 жылдардағы атышулы рэкет. Баха фестиваль асқан қатыгез болса да өте әділ адам болған деседі. Бірде Бақытқа бір жақсы танысы келіп, туысының әлдегімнен алданып қалған туралы айтыпты. Бақыт дереу екі жақты да шақыртып сөйлеседі. Бақыттың таныс арқылы келген адам асқақтап, ал екінші тараптағы жігіт қобалжып отырады. Бақыт екеуін беттестіріп, әділдік танысы жағында емес екенін біледі де, істі қобалжып тұрған жігіттің пайдасына шешіп береді. Сонда әлгі жігіт бұл өмірде дәл осындай әділ адам бар екен деп ойламақпын деп таңғалған екен. 90 жылдары Баха фестивальға Грознийдан қылмыс әлемінің жігіттері келіп, Алматы байғал екен. Бізге осы қаладан жұмыс істейтін бір аудан тауып бер деп өтініш айтады. Олар өте үлкен дайындықпен келген екен. Жоқ десе атыс болатыны сөзсіз. Иә дейін десе Қазақстандағы барлық мәселені өзіміз шешеміз деген қағидасына қарсы болады. Сонда Бақыт келді әлгі жігіттерге: жарайды, Алматыдан бір аудан алыңдар, бірақ Грознийдан дәл сондай аудан бересіңдер депті. Осы сөзден кейін әлгі жігіттер не дерлерін білмей сасып қалған екен. Әлемінің серкесі Баха фестиваль 2. Жалпы Баха фестивальдің атағы Қазақстанда ғана емес, ТМД елдерінде де қатты дүркіреген. Тіпті Баха фестивальді танымайтын адам болмаған деседі. Бақыткелдінің қылмыс әлемінің серкесі атануына ауған соғысы әсер еткен. Өзгелер бейбіт өмір сүріп жатқанда Баха фестиваль Ауғанстанда қан кешіп жүрді. Баха фестиваль өзімен санаспай қарсы шыққан адамдарды аяусыз жаншықтап орнына қойған. Тіпті Мартин есімді жеке киллері болған деседі. Ол Бақыткелдінің тапсырмасымен арам ниетті жаулардың көзін жойып отырған. Бақыткелдіге 1993 жылдың 7 қазанында қастандық жасалып, 30 жасқа толуына 4 күн қалғанда қайтыс болды. Және жанындағы 4 көмекшісімен бірге көз жұмды. Бұл Қазақстандағы рекеттерге жасалған ең алғашқы қастандық еді.